Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге дастарханға қойылғанда желінетін екі салат түрін көрсетемін. Желінетін дегенім, көп жағдайда бізде салаттар дастарханнан тоңазытқыштан қайтадан дастарханға келіп жатады, ең соңында ысырап болып мусорға да кетеді, өкінішке орай. Сондықтан желінетін мына бір екі салатты өздеріңіздің копилкаларыңызға салып қойыңыздар. Біріншісі бұл витаминный салат. Бұл жерде піскен қызылша және қабығы аршылған алма, грек жаңғағы, анар, гранат, яғни және заправкаға сметана. Алманы және қызылшаны кубиктап тураймыз. Мейлінше майдалап турағандарыңыз жөн, себебі столда әдемі көрінетін болады. Барлығын біріктіреміз. Бір ыдысқа, үлкендеу ыдысқа біріктіріп, сметанамен араластырамыз. Татымына қарай аз ғана тұз қосып жіберіңіздер, және де сметананың орнын майонезбен алмастырсаңыздар болады. Бірақ сметанамен бұл салат дәмдірек, және сметанамен бұл салат тіпті пайдалырақ. Балаларыңызға да өте ұнайды, сүйіп жейтін салат болады, және қаншалықты жесе де ешқандай зияны жоқ. Пайдасы болмаса, зияны жоқ. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Негізі бұл салатты ханшайымдар біледі, асхананың ханшайымдары, бірақ біз көп жағдайда ұмытып кетіп жатамыз, осындай салаттың бар екенін. Сондықтан осы салатты жасап, қонақтарыңызға да, күнделікті өздеріңіздің дастархандарыңызға да қойып отырыңыздар. Өте дәмді, ингредиенттері қымбат емес, ең бастысы пайдалы салат. Ас болсын қыздар. Ал екінші салатымыз Малибу деп аталады. Бұл салатты мен қонақ келген кезде, яғни аяқ асты қонақ келгенде жасайтын менің палочка-выручалочка салатым. Өте дәмді және қарапайым, ешқандай ингредиентті пісірудің қажеті жоқ. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай помидор, қияр, сыр, кукуруза консервированный, одан кейін кириешки, любой сухарик болады негізінде, бірақ маған кириешкенің дәмімен ұнайды бұл салат. Және заправкаға майонез. Бұл жерде де турайтынымыз 3 ингредиент, көріп тұрғандарыңыздай барлығын кубиктап тураймыз, бір ыдысқа сала береміз. Кезек-кезек тек ингредиенттерді бұл салатта ірілеу қылып турайсыздар, себебі араластырғаннан кейін суланып кетеді. Майдалап турасаңыздар, суы шығып бұлжырап қалуы мүмкін. Сондықтан ірілеу қылып турағандарыңыз жөн. Тура қонақтар отырған сәтте майонезбен заправка жасайсыз. Тура сол отыратын сәтте сухарикті қосасыздар, және сол кезде заправканы жасайсыздар да араластырып дастарханға қоя саласыздар. Тұз қосуды да ұмытпаңыздар. Егерде кириешки немесе басқа да сухариктің түрлерін қосатын болсаңыздар, пакетикте оларда тұз болады, және майонезде де болады. Сондықтан да тұзды шамамен, мөлшермен қосыңыздар. Бұл да өте дәмді және желініп кететін салат. Палаумен, мысалы қуырдақпен қойсаңыздар, керемет сочетание болады. Жасап көріңіздер қыздар. Өте дәмді, ең бастысы желініп кететін, ысырап болмайтын салат.